Бүгінгі темамыздың аты математикалық статистиканың тикаргы мәселелері, бас сан таңланма топламлар, таңланманың статистикалық бөлістірілуі. Бірінші, математикалық статистика неменен шұғыланады деген сауалға жауап береміз. Вазифасы не математикалық статистиканың? Демек, математикалық статистиканың вазифасы, яғни математикалық статистиканың тикаргы мәселелері хақында айтып өтеміз. Математикалық статистика тосналық уақиялар яки процесстер хақында, сол уақияларды бақылау яки тәжірибеде нәтижесінде алынған мағлұматлар, статистикалық мағлұматлар тикарында улума жұмақлар шығарады тұғын математикалық пән болып есептелінеді. Бұл жұмақлар улумалық қасиеттерге ие болып, бақыланып атырған тосналық жағдайлардың бәріне тиесілі. Математикалық статистика ықтималдықтар теориясына сүйенген халда, оның ұсуллары һәм теориялық жұмақлары тикарында үйреніп атырған объект хақында жұмақлар шығарады. Яғни математикалық статистика мен ықтималдықтар теориясының арасында байланыс дегенде, мысалы, неде айтылған, яғни ықтималдықтар теориясына сүйенген халда, оның ұсуллары һәм теориялық мағлұматлары хақында жұмақлар шығарады. Егер де ықтималдықтар теориясында үйреніп атырған математикалық модель толық берілген деп есептелінеді, бұл модельдің бізді қызықтыратұғын жағдайларын үйренетұғын болса, математикалық статистикада болса, біз қандай да бір тосналық уақиялар нәтижелерінен келіп шыққан халда, бұлар көпшілік жағдайларда саналардан ібарат болады. Тосналы процестердің математикалық модельдерін түзуге әрекет етеміз. Математикалық статистика өзінің жұмақ шығару ұсулары жәрдемінде үйреніп атырылған объекттің теориялық ықтималық модель түзуге қарастырылған. Көрініп тұрғанындай, математикалық статистика мәселелері белгілі мәнінде, яғни бір анық деп айтпаймыз, қандай да бір мағынада ықтималдықтар теориясы мәселелеріне кері мәселелер екен. Енді математикалық статистиканың шұғыланатұғын тикаргы мәселелермен танысып өтеміз. Бірінші, белгісіз параметрлерді статистикалық бақылау. Яғни демек, статистикалық мағлұматлар тикарында белгісіз бөлістіру функциясын, яки егер де бөлістіру функциясы параметрлер анықтығында берілген болса, онда бұл белгісіз параметрлерді бақылау. Яғни бұл жерде я функцияның белгісіз бөлістіру функциясын бақылаймыз демекші, белгісіз параметрлерді бақылаймыз. Бұл белгісіз параметрлерді бақылау мәселесі. Бұндай бақылаулар сәйкес түрде параметрлік емес, һәм параметрлік болып екіге бөлінеді. Демек, әлбетте статистика параметрлік емес бақылау дегенде біз бөлістіру функциясын бақылау түсінеміз. Ал параметрлік бақылау дегеніміз бөлістіру функциясы бар, бірақ белгісіз параметрі жоқ. Әлбетте статистикалық бақы дегенде ұсынылып атырған шама белгілі мәнде белгісіз параметрге жақын болуы керек. Бұндай жағдай ноқатлық бақылау denir. Ayrım жағдайларда белгісіз параметрдің мәнісі статистикалық мағлұматлар тикарында анықталатұғын базалық интервалға тиесілі болуы қызықтырады. Бұндай жағдай болса, интервалдық бақылау denir. Математикалық статистиканың бұндай мәселелерді шешумен шұғылданатұғын бөлімі статистикалық бақылаулар теориясы делінеді. Демек, математикалық статистиканың статистикалық бақылаулар теориясы бөлімін көріп өттік. Енді екінші бөлімі. Бұл екінші бөлім бұл статистикалық гипотезаларды тексеру деп аталады. Яғни статистикалық мағлұматлар тикарында белгісіз бөлістіру көрінісі яки егер бөлістіру
parametrler aniqlig'ida berilgan bo'lsa, onda parametrlerning ma'nosilari haqındagi statistikалық gipotezani durust yoki nodurustligini tekshiruga to'g'ri keladi. Ya'ni bunday gipotezalар сәйкес түрде parametrlik emas gipoteza ham parametrlik gipoteza bo'lib ikkiga bo'linadi. Matematikалық статистиканың bunday мәселелерді шешумен шұғылданатын бөлімі статистикалық гипотезалар теориясы делінеді. Солай етіп, математикалық статистиканың вазифасы не? Вазифасын ilmiy ham teoriyalik жұмбақтар пайда ету мақсатында статистик мағлұматтарды топлау ham іздеп шығу методтарын яратудан iborat ekan. Енді ondan keyingi түсінік бас таңланба топлам түсінігіне тоқталып өтеміз. Демек, бас топлам дегеніміз не? Не мейлі іздеп шығарылған өнімдердің үлкен партиясына тиесілі қандай да бір өзгешелігі, мәселен, өнімнің өлшемі, ауырлығы, бағасы хамса басқа үйреніп аталған болады. Партияға тиесілі барлық өнімдер бас топламды пайда етеді. Көпшілік жағдайларда бас топламда өнімдер juda көп болып, көпшілік жағдайларда бас топламда өнімдер juda көп болып, олардың барлығын үздіксіз өлшеу әмелиятта мүмкін болмайды. Айрым жағдайларда бұл ұлыма мүмкін болмаса, айрым жағдайларда juda көп қаражеттілерді талап етеді. Бұндай жағдайларда бас топламынан тосыналық тәрізді шекілі сандағы өнімдер ажыратып алынады, һәм олардың өзгешеліктері үйреніледі. Бұл процесс таңланбаға алып келеді. Демек, статистикалық анализ ету үшін тосыннан таңлап алынған топлам таңланба топлам деп аталады. Демек, бұл жерде екі түсінік бар. Бас топлам, таңланба топлам. Бас топлам дегеніміз, мәселен, лицензия алу керек болады, мәселен, бір завод бар, қандай да бір кішігірім цехта, мәселен, бір өнім шығаруыңыз мүмкін. Бұл өнімге лицензия алу үшін сіздердің шығарып жатқан өніміңізді техникалық көріктен өткеруге тура келеді. Бұл жерде енді оны жерде барлық өніміңізді көрсетіп шығу үшін оған уақытам жетпейді, оны қанша қаражат, тоқ, газ тәмесін талап еткені себепті олар тек қана таңланба топлам ажыратып алады. Соң таңланба топламға таңланба топлам жәрдемінде бас топлам хақында ұлыма жұмақ шығарады. Соң үшін таңланбаны таңлап алу juda құрамалы мәселе есептелінеді. Себебі таңланба бас топламға адекват болу керек, яғни бас топламның өзгешеліктерін толығымен ашып беру керек. Сол себепті таңланба топламды алу машқалалы мәселелердің бірі есептелінеді. Енді таңланбалар ұсыл дегенде біз бас топламнан тосыналық түрде алынған элементтерге тән болған үйреніп аталған өзгешеліктер статистикалық анализ етіп, солар тикарында бас топлам элементтеріне тән болған өзгешеліктер хақында ұлымалық жұмақтар шығару назарда тұтылады. Яғни, бас топлам элементтеріне тән болған өзгешеліктер хақында ұлымалық жұмақтар шығару назарда тұтылады. Бас топлам яки таңланба топламның көлемі деп, бұл топламдағы объекттер санына айтылады. Яғни таңланбаның нешеуін таңлап алғанға қарайсыз. Ол әр мәселеде әрқилы болады. Мәселен, ана педагогикалық мәселелерде ол аз болады. Мысалы, медициналық мәселелерде таңланбаның объемы үлкен болу керек. Ол әрқилы. Әдетте бас топламның көлемін үлкен N-мен белгілеп аламыз. Ал таңланба топламның көлемі болса, кішкентай N деп белгіленеді. Барлық кітапларда үлкен N.
ülkenin endeğimiz bas toplamı bölümü bulada alışkan endeğimiz tanımlama toplamı kaygısı. Eğer tanımlama toplam bas toplamının değerlik varlık özgeçiliklerini özünde saklasa, onda bunday tanımlama reprezentatif tanımlama denir. Yani bas toplamının değerlik varlık özgeçiliklerini özünde saklasa. Bunday tanımlama reprezentatif tanımlama deb ataladi. Tanımlamаны düzü türlü usullar menен amelge asıladi. Tanımlamаны кандай usul menен düzүүгө катtiğin nazar, onu izletiyor neticesin bas toplamga енгизүү жагдайы көзделет. Ondan keyin түсінік таңланба түсінігі. Таңланба дегенimiz ne? Meyle bazı bir tosnalık tecrübeni baklao neticesinde x1 hamda bolsa xn sanlar alıngan bolup, olardı garesiz ham birde bölüştürülgen x1 hamda bolsa xn tosnalık şammanın мәнісілері деп қараймыз. Bunda xn vektor, bu sanlı vektor. Al bu tosnalı vektorun ameli mənisi, yoki realizatsiyasi denilir. Bu yerde xi mənisiler variantalar delinеді. Matematikалық statistikada x1, xn tosnalık şamalar kölemi n'ge teң bolgan tanlanma denilir. Bunda xn vektor tanlanma yoki baklangan tosnalık vektor deb de ataladi. Tanlanma desek ham bo'ladi, bo'lmasa baklangan tosnalık vektor desek ham bo'ladi. O'z кезегінде bolsa xi tosnalık şamanın bazı bir abstrakt xi tosnalık şamanın her bir tecrübenin mənisi deb qaraymiz. Eğer x deb Gatiski x deb xi tosnalık şamanın kabul etetiğin bärlik mənisleri köpüğünü belgilesek, onda x bas toplamını veradi. X toplam şekli yoki şeksiz boluğu mümkün. Demek, baklanma degende мәністері bazı bir ölçevli kеңістікте анықталған tosnalık şama түсінеді деген. Birinci misal, төмендегі misalды қарап өтейік. Matematikалық пәннен 10 dana stüdent test sınavlarını tapsırdı. Олардың her biri 0'den 5 balga çekim toplауы. Meyli xi şama iyinci stüdent tarafından toplangan bal bolsun. Onda i degemiz 1'den 10'ga çekim özgeredi. Onda bir stüdent tarafından toplauı mümkün bolgan ballar cemlenmesi bas toplamını payda eder. Al x10 tanlama 10 dana stüdentin test jumakları neticesi. Tanlanmanın ameli mənisi tömendeki sanlar buluğu mümkün. Hallegen birevi buluğu mümkün. Bu yine realizasyası. Endi
Variatsiýal qatar, ekstremal mänisli, tärtiplengen statistika degen түшүнүкlerге toktalyp ötemiz. Bizler taňlanma aldyk. Kölemi enge teň bolgan taňlanma aldyk. X1 hem dagwatçylar X. Taňlanmanyň elementlerini men ösü tertibinde jeýleşdirdim. Yani kemimeslik tertibinde jeýleşdirdim. Yani birinci görnüşde jeýleşdirdim. Menne bunda X1 degen taňlanma elementlerini minimumy variant alardım. Al Xn degimiz bulardyň maksimum. Nätijeде men izbezlikkä eýe bolamyn. X1 hem dagwatçyda X. Bu izbezligimiz köpüranzda tertiplengen statistika diýilýär. Yani biz taňlanmanyň elementlerini köpürsler tertipledik. Tap sonday bu jerde birinci variantdalyk gataryň xk elementi bu kanç tertiplengen statistika. Al x1 hem xm bolsa yani bu taňlanmanyň ekstremal mänisleri. Bu konstruktyň ekstremal. Ýeň kiçkentäý hem ýeň. Bunday katarda ämelde alıngan yani realizatsiýa şunda düzüp mümkin. Ýeginçi görnüşde. Endi tömendegi misaldy garap ötýäk. Ýeginçi misal. Mine realizatsiýa berilgen taňlanma konkret. Görüp turgaňyzday X'in töbesinde 12 turupdy. Yani bu ýokarysynda bu 12 elementden ibaret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu taňlanmanyň variatsiýal kataryny düzemiz. Variatsiýal kataryny düzüşi ösü tertibinde düzemiz. Ýeň birinçi işini ýeň kiçkentäýini alamyz. Mesele. Onuň keyin 1 3, birden keyin 2,8, 2, 3, 1, 4,7, 2, 6, 2, 7. Görüp turgaňyzda mine ekstremal mänisli, yani ýeň kiçi mänisli 0, x1'imiz, x1 ýeň ulkan mänisli 7. Demek bu ikinci misalda yani taňlanmanyň elementlerinin ösü tertibinde ýazyp nätijede variatsiýal katarga eýe bolduk. Keyingi düşünegimiz bu taňlanmanyň statistikalyk bölüşdürügi. Adetdegi mine xn realizatsiýa var. Sanly vektor. N dana elementden ibaret. Görüp turgaňyzda ikinci misaldagyday misaly x1 variantda n1 märde, x2 variantda n2 märde. Hem tagysda xk variantda nk märde baklangan bolup mümkin. Ne şokarda taňlanmanyň kölemi 12 bolgan bilen misal 0 1 märde baklanypdyr, 1 3 märde baklanypdyr, 2,8 2 märde baklanypdyr, 3 1 märde, 4,7 2 märde, 6 2 märde, 7 1 märde baklanypdyr. Birak bulardan jämi sany birinçisi san n1, ikinçisi n2 hem da ýeň kiçik nk bolsa bulardan koşumlusy enge teň bolup şert. Jämi taňlanmanyň kölemi. Onda bu jerde n1 n2 hem da
NK sanlары жиілікler делді. Ал олардың таңланба көлеміне қатынастары болсына сәйкес түрде N-ге салыстырмалы жиіліктер делді. Көрініп тұрғандай, салыстырмалы жиіліктер үшін бұлардың қосындысы бірге тең болады. Сен кәдімгідей ұлма бөлім N-нен бересіз, жоғарысы N-лердің қосындысы болады, N-лердің қосындысы N-ге тең, N-ден кетсек бірге тең болады. Демек, бұл үлкен, кішкентай N-лер бұл жиіліктер деп атаймыз. Ал омега 1, омега 2, W1, W2, WK бұл салыстырмалы жиіліктер деп атаймыз. Салыстырмалы жиіліктер үшін олардың қосындысы бірге тең болуы шарт. Бұл таңланбаның статистикалық бөлістірілген жазды. Енді нәтижеде мен екі таблицаға ие боламын. Таңланбаның статистикалық бөлістірілуі деп аталады, я болмаса эмпирикалық бөлістірілу деп аталады. Бұл варианталар һәм оларға сәйкес келуші жиіліктер үшін өз алдына жазылады, яки варианталар һәм оларға сәйкес келуші салыстырмалы жиіліктер үшін өз алдына жазылады. Я болмаса екі таблицаны біріктіріп жаздыру мүмкін. Үш қатар болады. Бұл пайда. 1, 2, 3-ні алып тастайық. Бұл таңланбаның статистикалық яки эмпирикалық бөлістірілуі делінеді. Жүдә аңсақ, оны жүргізу қиын емес. Мәселен, үшінші мысалда көріп тұрсыздар, бұл жерде қолайлық үшін таңланба емес, таңланбаның статистикалық бөлістірілуі берілген. Демек, -2 варианты көріп тұрғанымызда 4 мәрте ұшырасады, 0 2 мәрте ұшырасады, 2 8 мәрте ұшырасады, 4 6 мәрте ұшырасады. Демек, бірінші мен таңланбаның көлемін тауып аламын. Таңланбаның көлемін табу үшін жиіліктердің қосындысын қосып шығамыз. Демек, көріп тұрғанымыздай, таңланбаның көлемі 20-ға тең екен. Демек, салыстырмалы жиіліктерді бірін біліп, оның мен таңланбаның көлеміне бөліп шығамын. Яғни, көріп тұрғанымыздай 4-ті 20-ға бөлемін, 2-ні 20-ға бөлемін, 8-ні 20-ға бөлемін, 6-ны 20-ға бөлемін. Демек, 4-ті 20-ға бөлсек мен 0,2, 0,1 сәйкес түрде, 8-ді бөлсек 0,4, 0,3 шықты. Мен бұлардың бәрін қайттан қосып көремін. Таблица соқ. Етіп бұл таблицада салыстырмалы жиіліктерді қосып көремін. 0,2, 0,1, 0,4, 0,3 қосып көремін. Демек, бір шығады. Демек, біздер мәселені дұрыс істеген есептейміз. Демек, бұл салыстырмалы жиіліктердің таңланбаның жиіліктерге қарата статистикалық бөлістірілуі болса, ал кейінгі таблица таңланбаның бұл салыстырмалы жиіліктерге қарата статистикалық бөлістірілуі болады. Жедай аңсақ болып, қиын зат жер жоқ. Енді біз жоғарыда келтірілген статистикалық бөлістірулерден таңланбаның көлемі кіші болғанда ғана пайдалануымыз мүмкін. Егер де үйреніп атырылған бас топлам үздіксіз яки дискрет болып қабыл ететұғын мәністерінің саны көп болса, онда бұндай жағдайда группаларға ажыратып бақылау алып бару мақсатқа муафиқ болады. Әлбетте, варианталарды группаларға сапа жағынан яки сан жағынан ажырату мүмкін. Бұндай жағдайларда интерваллық статистикалық бөлістіруді, яғни интерваллар һәм оларға тиісті жиіліктердің яки салыстырмалы жиіліктердің кестесі көрінісінде беру мүмкін. Интервалға сәйкес жиілік яки салыстырмалы жиілік сипатында
Bu intervalga düşkün yakı saltırmalı, bu intervalga düşkün jilikler yakı saltırmalı jilikler qoşunlusu kabul edilir. Masalan, üniversitede özüňizdiň toplap jürgen balyk sistemaňyzdyň özem görüp tursalar. Nölden ýülük 5 kişige nöl kiredi, ýülük 5 kirmeydi. Masalan, 2 alatlylar, 3 alatlylar ýülük 5 kiredi, 70 ve 70 kişigen 3 alatlylar. 70 kirmeydi. 70'den başlap 90'ga şekem 90 kirmeydi interval ya interval yani yarım interval. 90 kiredi, oga 100'ge şekem bu 5 bahasyn toplam. Demek olardan korpuslar intervallyk statistikalyk bölüşdirүүge ajratylar. Sebebi studentlerin sany juda köp. Olaryň her birini sanap oturup çıga almaýmyz. Sol intervalga düşse boldy, so jilikler sanap keteberimiz. Bizlerden toplap, yani sizlerden toplaydygan balymyzdy özen üniversitetdegi bakalaw sistemasy özü bu intervallyk statistikalyk bölüşdirүүge tikarlanýar. Endi intervallyk statistikalyk bölüşdirүүde kalay düzüğüde göremiz. Yani jokarda biz statistikalyk bölüşdirүүde ansat ekenini gördük. Taňlanma berilgen bolsa, taňlanmadan elementlerini ösü tertibinde жазıp variatsiýalyk katar düzüp alamiz. Soň variatsiýalyk katardan jokarı birinci katarga variatsiýalyk katardyň variantalaryny жазamyz. Al astyna bolsa sanyn, yani her bir variantanyň sanyny jiliklerini жазyp çykyp. Soň jiliklerde uluma taňlanmanyň kölemine bölüp salystyrmaly jiliklerdi düzüp çygatyň edi. Al ekinçisi egerde bu жерде taňlanmanyň kölemi üzlüksiz bolsa, yani juda köp bolsa, misal adamyň boýuny ölçew mümkin. Adam boyu bu üzlüksiz toslanlyk şaman hesaplanat. Onu diýamasa diskret bolgan men elementleriň sany juda köp boluwy mümkin. Bunday jadaýlarda intervallyk statistikalyk bölüşdirүүde düzüge tur maksatga muwafyk bolat. Sebäbi sanap çyga almaýmyz. Demek